Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қаймақ қосылған өте дәмді печенье пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толықтай соңына дейін қараңыздар. Қажетті заттарымыз ол електен өткен ұн, қопсытқыш, жұмыртқа, сұйық май, қант және қаймақ қажет болады. Адасымызды алып, жұмыртқамызды салып аламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Үстінен шым-шым тұзымызды салып, тағы да араластырып алатын боламыз. Қантымызды саламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді үстінен кез келген пайыздағы қаймақты қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Міне дәл осындай масса болып шығады. Енді үстінен бір шай қасықтай қопсытқыш саламыз. Сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз міндетті түрде иіссіз болуы тиіс. Алдын ала дайындап қойған ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз орташа болып шығады. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қамырларымыз дәл осындай болып шығады. Барлығын осындай біркелкі етіп, майда бөліктерге бөліп алдым. Осы уақытта духовкаларымызды 160 градусқа қыздырып қоямыз. Қолымыздың көмегімен осындай шариктар жасаймыз, құрт секілді. Барлығын противнемізге орналастырып, қызып тұрған 160 градус духовкада 20 минут пісіріп аламыз. Арада уақыт өткенде осылай қып-қызыл болып пісіп шығады, көтеріліп, әп-әдемі болып. Шаймен ішкенге де өте жылдам дайын болатын печеньелердің түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де ас болсын. Бетінен енді қант ұнтағын сүйіп шығамыз. Печеньемізге одан сайын тәтті дәм беретін болады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Асты осылай қып-қызыл болып піседі. Арасы деген толықтай піседі, жұмсақ болып шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.